Әбу Хурайра радиаллаху анх былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деді: бір топ адам Алланың үйлерінің біреуінде жиналып, Алланың кітабын оқып, оны өзара талқыласа, оларға міндетті түрде тыныштық түседі. Олар Алланың рахмына бөленеді, періштелер оларды қанатының астына алады және Алла құзырындағы ұлы жамағатқа оларды білдіреді. Түсіндірме: бұл хадис Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның мұсылмандарды Құранды зерттеуге ынталандыру үшін айтқан өсиеттерінің бірі. Алланың үйі деген сөз ең алдымен мешіттерді білдірсе де, ғалымдар Құранның үстемдігін, қасиетін үйрену үшін медресе, университет сияқты орындарда да жиналуға болатынын айтқан. Тыныштық, сәкина, шын мәнінде жан тыныштығы, ішкі тыныштық, жүрек тыныштығы және құрмет, үстемдік дегенді білдіреді. Құранды зерделеушілерді білдірген ұлы жамағат, үлкен періштелер бастаған жамағат.